Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ресми іскерлік қатынас тілінің жазбаша және ауызша түрі. Қазіргі заманды білесіздер, іскер адамдар заманы. Олай болса, атына сай, іскер адамдардың арасында ресми іскерлік қарым-қатынас жүзеге асатыны айдан анық. Ал сол ресми іскерлік қарым-қатынастың өзіндік ережелері бар. Олай болса, соған тоқталайық. Алдымен ресми іскерлік қарым-қатынас дегеніміз не? Соған тоқталсақ, бұл дегеніміз өзара байланыстылық сипатпен қызмет барысында келісе отырып, тіл табысуға әрекет жасау. Ресми іскерлік қарым-қатынас нақтылық пен сөз мәдениетінен қалыптасқан ережелерге бағынуды талап етеді. Үшіншіден, ресми іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері қолданылатын тілдік стильдерге байланысты болады. Бұнда іс-қағаздар стилі мен публицистикалық стиль іске асырылуы тиіс. Сонымен қоса, іс-қағаздар стилі жазылатын құжаттың мазмұны екі-ұшты болмай, дәлме-дәл жазылып, қысқадан нұсқа мәтін болуын қамтиды және ресми іскерлік қарым-қатынас адамдардың құқығын қорғайтын заңдылықтарының шеңберінде өтеді екен. Ресми іскерлік құжаттардың негізгі міндеттеріне келетін болсақ, барлық адамдарға практикалық маңызы бар мағлұматтарды хабарлау, нақты жөн көрсету болып табылады. Ресми іскерлік құжатта сөйлеу қалыпты болады да, дәстүрлі сөздер мен сөйлемдер пайдаланылады. Бірақ ресми іскерлік іс-қағаздардың стильдік белгілеріне ресмилік, дәлдік, нақтылық, бірізділік қана тән болады. Ресми іскерлік қатынас тілінің ауызша және жазбаша түрі деген болатынбыз. Ауызша түріне тоқталатын болсақ, бұл адамның білімі мен адамгершілік қасиеттерінің толығып, кемелденіп, қоғам мүшесі ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Іскерлік қарым-қатынас тілдік емес, этикетке қатысты ұғымдармен қатар жүреді екен. Ресми іскерлік қатынас тілінің ауызша түрінің тілдік емес жақтарына тоқталатын болсақ, біріншіден ой жүйелі, ресми қалыпта айтылады. Тиісті мәліметтер мен деректер беруде кәсіби сөздер, лексика, термин сөздер талапқа сай қолданылады. Ал екіншіден тілдің лингвистикалық жақтарына тоқталатын болсақ, ауызша сөйлеудің айтылған ой ресми реңкте айтылады, көңіл-күйге байланысты немесе тұрмыстағы қарапайым ауызекі сөйлеудегі қолданыстар пайдаланылмайды. Үшіншіден, сөз әдебіне этикетке қатысты жақтары, ресми сөйлеу мәтінінде сыпайылық пен құрметтеуге қатысты сөздер жеке адамның қасиеттерін ашуда қолданылмайды, бояма берілмейді. Дегенмен де, сөз арналған адамның құрметті атақ дәрежелері болса, атап көрсетіледі. Келесі, ресми іскерлік қатынас тілінің жазбаша үлгілері дегеніміз жеке және заңды тұлғалар үшін қызмет етеді. Бұл ретте жеке адамның да, мекемелердің де жұмыс бағыттарында іс-қағаздарынан бастап, мемлекеттік мәндегі қоғамдық құқықтық құжаттарға дейін маңызы өте зор. Ресми іскерлік құжаттар екіге бөлінеді. Бірінші, мекемеге ұйым жұмыстарына қатысты іс-қағаздары, екінші, жеке адам өміріне қатысты ресми іскерлік құжаттар. Мекемеге ұйым жұмыстарына қатысты іс-қағаздарына жарғы, әкімдік шешім, қаулы, бұйрықтар, хаттамалар, мекеме есебі, анықтама, мәлімдеме, міндеттеме, ақпараттық хат, акт, тағы басқалар жатады. Ал жеке адам өміріне қатысты ресми іскерлік құжаттарға куәлік, арыз, өтініш, сенімхат, өмірбаян, түсініктеме, келісімшарт, мінездеме, түйіндеме сияқты тағы басқа пікірлер жатады екен. Ресми іскерлік қатынас тілінің жазбаша түрінің ең алдымен тілдік емес жақтарына тоқталатын болсақ, құжаттар көрсетілген үлгіге сай жазылады. Тиісті мәліметтер мен деректер талапқа сай толық беріледі. Өтініш, анықтама, түсініктеме, тағы басқа жазған адамдар мекеме басшысының аты жөнін, өзінің аты жөнін, қызметін толық көрсетуі тиіс. Бұл мәтін А4 негізіндегі форматтағы қағаздың оң жағындағы жоғарғы тұсына жазылады да, төменге мазмұндық мәтін жазылып, мерзімі көрсетіліп, жазған адамның қолы қойылады екен. Ресми іскерлік қатынас тілінің жазбаша түрінің тілдік лингвистикалық жақтарына тоқталатын болсақ, көңіл-күйге байланысты немесе тұрмыстағы қолданыстардың пайдалануына шек қойылған. Бұнда белгілі бір қамтамасыз етілсін, мүмкіндік қарастырылсын, күн тәртібінде жауапкершілік жүктелсін, алғыс жариялансын, ескерту жасалсын, тағы басқа даяр сөз үлгілері, әкімшілік терминдер қолданылады.
ойдың логикалық жүйелілігі мен бірістілігі қатаң сақталады. Ал хабарласу мақсатында жеделхат, телефон хат үлгілері қысқаша нормада жазылып атқарылады. Ал келесі кезекте сіздердің алдарыңызға түйіндеменің үлгісі беріледі. Бұл түйіндемеде ең алдымен аты жөніңіз, мекен жайыңыз, телефоныңыз, электрондық поштаңыз, жалпы ақпарат, жұмыс тәжірибеңіз, бұнда тәжірибеңіздің бар жоқтығы жазылады. Мекеме атауы, біліміңіз, ортама, жоғарыма, тілді білуіңіз, яғни қазіргі таңдағы көбінің қайсысын білесіз. Компьютерді игеруіңіз, жеке қасиеттеріңіз, қосымша ақпараттарыңыз, құштарлығыңыз бен ұсыным хатыңыз үзіледі. Алға қарай оқу бітіріп жұмысқа қосылар кезде түйіндеменің осы белгілі үлгілер арқылы барысында жазылады. Қорытындылай келе, ресми іскерлік қарым-қатынаста сөз әдебі сөйлеушінің өз-өзіне жауапкершілікпен қарауынан, өзін ұстауынан, мінезінен, батылдығынан, тартымды және жағымды сөйлеуінен көрінеді. Бұл орайда ортаға келген пікірлесетін адамға құрметпен қарау, сәлемдесу, ұлттық дәстүрді сақтау қалыптасқан нормалар болып табылатынын есте сақтаған жөн. Тыңдағандарыңызға рахмет.